Баршаларыңызға сәлем. Бүгін Аллах тағаланың 99 есімінің 81-ші есіміне келдік. 81-ші есім Әл-Мунтақим деп аталды. Яғни кек алушы, жазалаушы деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала өзіне бағынбайтындарды жазалап кек алады. Яғни Аллах тағаланың жазасы да өте ауыр екенін ұмытпаған жөн. Енді қараңыздар, Аллах тағала жазаламас бұрын бірінші ескерту жібереді. Кез-келген адам болсын, қауым болсын. Мысалы, ол көптеген қауымдарда болды, Лут пайғамбар, Нұх пайғамбардың қауымы. Яғни Аллах тағала ескерту ретінде кітабын және де пайғамбарларын жіберді ол қауымдарға. Бірақ олар бағынбағаннан кейін Аллах тағала ол қауымды жойып жіберді, яғни жазалады. Бұл Аллах тағаланың Әл-Мунтақим деген есімнің қасиетін көрсетіп тұр. Келесі бізде Әл-Ғафу деген есімі. Аллах тағала кешірімді деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала күнә жасаған құлдарын тәубе еткен кезде кешіруші деген мағынаны білдіреді. Келесі 83-ші есім Әр-Рауф есімі. Кешірімді, мейірімді дегенді білдіреді. Яғни Аллах тағала күнә жасаған құлдарының күнәләрін бірінші жасырады, одан кейін ол құл Аллах тағалаға тәубе етсе, Аллах тағала күнәләрін кешіреді және де көптеген нығметтерге бөлейді екен. Сонда Аллах тағала осы өмірде, мысалы, адамдар жетістікке жету үшін, қандай да бір ризығының молаюы үшін бірінші жасаған күнәларына тәубе етуі қажет. Сол тәубе еткеннен кейін барып, Аллах тағала көптеген ризықтарын береді, түсінікті. Әр-Рауф есімінен кейін Әл-Мәликул Мүлк, яғни Мәликул Мүлк есімі. Аллах тағала мүліктердің иесі, патшалардың патшасы, билеуші деген мағынаны білдіреді. Яғни Аллах тағала бүкіл жаратылыстардың, нәрселердің билеушісі, басқарушысы, патшалардың патшасы және де Аллах тағаланың билігінде ешқандай шек болмайды. Және де барлығы Аллах тағалаға бағынады. Бүкіл табиғат заңдылығы, адамдар, бүкіл жаратылыстар барлығы Аллах тағаланың заңдылығымен жүр. Келесі бізде Зул-Джалали уәл-Икрам, яғни Аллах тағала кең жомарттықтың, аса мейірбандылықтың, тіпті құрметтің иесі деген мағынаны білдіреді. Яғни Аллах тағала Зул-Джалали уәл-Икрам есімі арқылы өзінің өте жомарт екенін, өте көп үлкен құрметке ие екендігін және де барлық мүліктердің басқарушысы екендігін, сондай үлкен дәрежеде Аллах тағаланың сондай билігінің күшті екенін Зул-Джалали уәл-Икрам есімі арқылы білеміз. Осымен Аллах тағаланың 81 мен 85-ші есімі аралығын сіздерге барынша түсіндірдім деген ойдамын. Және де конспект жасап алыңыздар. Видео пайдалы болса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Баршаларыңызға ассаламу алейкум.